Сәлеметсіздер ме достар, баршаңызға бүгін сіздерге дастарханның көркін ашып, бір сәнін келтіріп тұратын ерекше салатта жасап көрсететін боламын. Салатқа қажетті заттарды описаниеде жазып кетемін, және де видеода көрулеріңізге болады. Мінекей салатқа қажетті заттар осылар. Бисмиллах деп жұмысымызды сосисканы турадан бастаймыз. Мен сосисканы осылай турадым. Жегенге де ыңғайлы әрі салатта әдемі көрініп тұрады осылай турасаңыздар. Салатқа осылай кішкентай тұздалған қиярларымызды қолданамыз. Арасында үлкендеулер болса мен турап қойып жатырмын. Салатқа және де сырды да қолданамыз. Мен сырды үш бұрышты қылып тураймын қазір. Бір-біріне жабысып қалған сырларды осылай ажыратып шығамын. Жұмыртқаны да майдалап жібермей үлкендеу қылып тураймыз. Қиярымызды да осылай төрт бұрышты қылып тураймын. Сіздер қаласаңыздар басқа пішінде тураларыңызға болады. Салатқа негізі черри помидорын қолданған дұрыс болады. Менде черри помидор болмағандықтан осы помидорды қолдана салдым. Салатқа айсберг жапырақтарын осылай қолымда турап салып жатырмын. Укропты да қолымда турап салдым. Мендеше қажетінше майонез салып, жақсылап араластыратын боламыз. Өте дәмді әрі жылдам салат достар. Үйге келген қонақты да абыроймен күтіп аласыздар. Мінекей Алатау хит салатымыз да дайын болды достар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егер менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп лайк басып, комментарий жазып қолдап кетулеріңізді сұраймын. Достар, егер менің видеоларым сіздерге қызықты болса, қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі жаңадан шыққан видеоларымды өткізіп жібермеу үшін. Сіздермен болған Альбина, сау болыңыздар.